Сіздерме құрметті тыңдармандар, мен Керімбаева Таңшолпан. Бүгінгі мендегі подкаст сұхбат жүзінде жүретін болады, және де подкасттың тақырыбын студенттік өмірдегі активистік кезең туралы жүргізетін боламын. Мен сұхбаттың қонағы ретінде филология факультетінің студенттік деканы Ділдахан Гүлдананы шақырған болатынмын. Өзіңді таныстыра кетсең, Гүлдана. Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Ділдахан Гүлдана. Осы филология факультетінің студенттік деканы боламын. Шымкент қаласынанмын және осы екінші курспын. Екі шет тілі мұғалім даярлау, ағылшын қытай мұғалімінде мамандығында оқимын. Жақсы. Сен өзіңнің активистік өмірге қалай келгеніңді, және де қалай соны дамытып бастаған туралы айта кетсең? Мен өзім активистік өмірге осы бірінші курс болып осы ясауиге түскеннен бастадым. Яғни осы біздің филология факультетінің, яғни экс-студ деканы Жанат ханым еді. Яғни сол Жанат ханымның жолын жалғастыра отырып осы филологияда белсенді студенттердің бірі болдым. Бас ұйымдастырушы атағын алдым. Және барлық патилерді, кинопоказдарды, немесе концерт, іс-шара сондайлардың барлығын ұйымдастырып жүрдім. Солайнан атанып, бір жылдың ішінде солай өмірім жалғаса берді. Солай активист болып кеттім. Сенде негізінде до и после, яғни студенттік декан болғанға дейінгі сенде ожидание, студенттік декан болғаннан кейінгі реальность қандай болды? Менде студенттік декан болмай жатып, ортам аз еді. Яғни көптеген студенттермен, активистермен араласпайтын едім. Тек өзімнің филологиямда ғана араласып, яғни өзімнің подругаларыммен барлығы солай болатын еді. Бірақ студенттік декан болғаннан кейін, яғни мен осы сентябрьден бастап, яғни осы оқу жылы 24-25 оқу жылында сентябрьде студенттік декан атандым, сайландым, яғни сайлау жүргізіп, сол сайлаудан кейінгі менің өмірім 180 градусқа өзгерді десем де болады. Менде көптеген тапсырмалар, студенттік деканның болуының өзін жауапкершілігін алу өте сезіну керек екенін де білдім. Жауапкершілігі мол адам, және кругозорым көбейді, және сөйлеу мәнерімде, және де жауапкершілікті көп өзіме алып, және оны орындай алатынымды да білдім. Солайнан бірінші курс кезімдегі және екінші курс кезімдегі екі Гүлдананы салыстыратын болсақ, екі түрлі адам ғой. Бірінші курс кезіндегі деп дәліктап бүйтіп қалған көңілді сондай болатын болса, ал керісінше екінші курс кезімдегі Гүлдана ол кәдімгідей более серьезный жауапкершілігін ала алатын, тірлікті істей алатын до конца. Солайнан кәдімгідей официально түрде жүре алатын Гүлдана болды ғой. Қандай ожидание, реальность деген болған жоқ па? Болады кей студенттерде ше, мен осындай активист болсам, үйтем, бүйтем дейді, активист болғаннан кейін. Ой, мынау деген болмайтын тірлік екен, екінші жасамаспын, менде травма дейді қалады ғой. Жоқ, бізде именно менде ондай болған жоқ, потому что мен өзім қалап түскеннен кейін, яғни бірінші курстан бері осындай активист болғаннан бастап, мен экс-студ декан, яғни филологияның экс-студ деканына қарап, мен өзім сайлап мені тағайындай, мен сені деп кеткен тұғын. Сол кезден бастап мен траштана бастадым да, осындай болам деп өзімнің миымды айналдыра бастадым да, осындай боласың Гүлдана, келесі жылы сен де осындай боласың деп. И сол келесі жылы болды, орындалды, и кәдімгідей студенттік деканның тапсырмаларын орындап, қандай болатынын да білдім ғой енді. Үйтіп, реальность, ожидание и реальность болған жоқ. Нормально бәрі күшті болды. Өзгерістер көп болды, иә? Өзгерістер көп болды, иә. Өте көп болды. Жақсы жаққа көп өзгердің? Жақсы жаққа да өзгердім. Жаман жаққа болғанда только эмпатия болды, адаптация болды. Көптеген андай ештеңеге үлгермеуің болды. Яғни сабағың бар, нарықта тапсырмаң бар, нарықта іс-шараң бар. Көптеген андай нәрселердің бәрі қарбаласып кетеді. И сол кезде прям өзіңді тастап жібергің келеді болады. И тастап жібергің келетін кезде лучше бір кәдімгідей комнатаға отырып алып, өзіңді не істеп жүргеніңді бүйтіп сараптап, сөйтіп отыратын болсаң, сол кезде ғана өзіңді ары қарай алып кете аласың да. Солайнан болды. Негізі ше, осы активистердің, именно біздің универдің активистердің ең үлкен проблемасы активистер
сабақ оқымайды деген нәрсе бар ғой. Активист болдым деген сөз сабақ қалды, сабақ оқыдым деген сөз активистік өмірге үлгермедім деген сөз ғой. Иә. Саған қалай екеуін бірдей алып жүрген? Екеуін бірдей алып жүру өте қиын да, бірақ активист боламын деген адам екеуіне де төзе білу керек. Яғни екеуін де алып жүре аламын деген адам ғана активист болғаны жөн деп ойлаймын. Себебі мына жақта сабағың қалып кетіп активист болсаң, ол сен біріншіден студентсің, ал екіншіден сен студенттік активистсің да. Сен универге бірінші студент болып түскеннен кейін сен оның сабақты оқу, сен міндетің өзіңнің балың үшін, өзіңнің кейінгі ішіп жейтін мамандығың үшін сабақты оқу керек. Оны сабақты бірінші орынға қою керек. Егер де мына жақта активистік қинап жатса, сабағым бар, сабақтан босатыла алмаймын деген секілді сондай нәрсе айтып, болмаса активистік өмір бойынша қатты ұнайтын болса, өзіңнің оқытушыларыңа түсіндіріп, сұранып деген секілді, отработкасын жасап беріп деген сияқты. Көп қой, если амалын табамын дейтін болсаң. Негізі активист болуға болатын зат па негізі активист болу деген? Активистік болу, конечно. Именно менің ойымша Яссауиде көптеген активистер бар. Яғни 8,000-ға контингентті 8,000 студент болатын болса, оның 1,5 немесе 2,000-ы активист шығар, мүмкінше. Себебі активистер кәдімгідей көп белсенді, осы перваштар, кәдімгі осы бірінші курстар көп деген жұмыс жасайды. Яғни көп жерге алып барсаң, олар алып шығып кете алады. От болып тұрады ғой. Иә, от болып жанып тұрады ғой, бүйтіп лап соған ұстап алу керек та. Давай сен біздің кругқа кіресің деп ше. Сөйтіп ұстап алып, бәріне бүйтіп істесең, ол адамда ашылады. Адамдармен көп араласса, яғни көптеген іс-шараларға қатысатын болса, оның кез келген қырынан тани білетін болсаң, ол адамның өзі ашылып, үлкен өмірге қадам басуға дайындалады ғой. Бірақ активист болған өте дұрыс. Если что, тыңдап отқандар болатын болса, менің немізге біздің активистік құрамға кірсеңіздер де болады. Егер сен де ше, ендігі жылы қайтадан дауыс сайлауға қатысалсаң, қатысатын ба едің тағы да студенттік декан болу үшін? Жоқ, қатыспайтын едім. Себебі бір жылдың ішінде көптеген нәрсе өзгерді да менің өмірімде. Ал екінші жылға сайланатын болсам, басқа нелерде, студенттерде сайланып көргені дұрыс та. Тек мен ғана бола беретін болсам, ол да болмайды. Екінші жылға қайттан отырды ма деген сияқты әңгіме болады. Лучше қазіргі перваштар, яғни мен келесі жылы олар екінші курс болып түседі ғой. Сөйтіп сол екінші курстарға беру керек қой. Бұл болмаса үшінші курстарға. Жаңа адам, жаңа көзқарас. Бір жылға бір студенттік декан жетеді. Екінші жылға басқа болғаны да дұрыс қой. Жақсы, Гүлдана, енді қалай ойлайсың, осы активистік өмір болашаққа әсер ете ала ма? Әрине, әсер ете алады. Егер сен активистікті бірінші курстан бастап до конца 4-ші курсқа дейін алып баратын болсаң, жарты жылдан тастап кетіп, болмаса бір семестр ғана болып деген ондай болмайды. Активистсің ба и до конца болғанда дұрыс та ше. Себебі активистік өмірде жаңа айтып кеткенімдей кругозорың көбейеді, адамдардың көбейеді, және де адамдармен қалай коммуникация жасауыңда, апайлармен де қалай коммуникация жасауыңда, соның бәрін үйренесің да. И ол үлкейген кездегі өмірге ол өте қатты зиян емес, пайдасын келтіреді. Мысалы, біздегі жастар департаментінің мамандары, біздегі Айдан Әскербекова апайымыздың өзі неге бірінші курстан бастап түскеннен бастап активист болған. Яғни ол кісі Алматыдағы активист болды. Алматыдан оқып келген, және де ол активистік өмірмен и дальше сондай клуб ашып, ивент клубты біздің апайымыз ашқан болатын. Осы Алматыда ашылған ол нәрсе. Сол ивент клубты әдемі, күшті, креативный қылып, соны бізге өзі жұмысқа Яссауидің өзі шақырған. Яғни біздің апай бір-ақ жыл болам, кетем, ой, Түркістан деп сөйтіп кеткен, о, Түркістанға бір-ақ жыл келем, деп. Сөйтіп, уже біз осы Түркістанда жұмыс істеп жатқаны 3 жыл болды. Жаман жерде жұмыс жасап жатқан жоқ біріншіден. Екіншіден, студенттермен қалай араласу керектігін де біледі апай. Үшіншіден, өзінің ивент клубын осы Яссауиге де алып келіп, оны ары қарай дамытты да. И сол ивент клуб бізде әлі де жалғасып, өз орнын тауып, осы Яссауи үшін ең үлкен клуб десек те болады. Солайынан
Апай негізі қандай мамандықты бітіргеніңіз? Апай негізі білмеймін ше, ұмытып қалдым, бірақ айтты. Негізі андай дейсің ғой, мамандық таңдаудан қателессең де өзің қызығушылығыңды активистік өмірде тауып ары қарай өзің өміріңді құрып кетуге болады. Ары қарай алып кетуге болады. Күшті. Егер де сондай активистік өмірді дальше алып кетем дейтін болатын болса, ол адамның креативіне де байланысты. Яғни болашақта бірдеңке тапсырма келетін болса, оны обычный түрде емес, креативный түрде, және оны жеңіл қабылдай алып та өмірге үйренеді да. Содан кейін активистік өмір болашақта өзіңнің орныңды табуға да көмектеседі. Мамандыққа байланысты емес, может сен активистік, яғни өзіңді өнерлі жағынан, болмаса бірдеңке ұйымдастыру жағынан да өзіңді көрсетіп, өмірде өз жолыңды табуға да болады. Мысалы, жаңағыдай біздің апайымыз секілді солай жасауға болады. Не только біздің апайымыз, бірақ біздің мысал келтіретін, өзіміз кәдімгідей кумир қылып бүйтіп ұстап жүретін өзіміздің апайымыз сол Айдан апайымыз. Солайынан активистік өмір болашаққа үлкен пайдасын келтіреді. Мысалы, өзіміздің вице-ректорымыз Еділ ағайдың өзі де сондай. Еділ ағайымыздың өзі активист болып, яғни өз жұмыскер активист болды, оқу кезінде жұмыскер де болды, оқытушы да болды, 10 жыл замдекан болды. Солайынан көтеріліп, уже біздегі университеттің лицосы, яғни вице-ректоры болды да. Сол сияқты еңбекпен келетін нәрсе ғой, бұл бірден ғана бола келмейтін емес. Яғни активистік өмір сразу үлкен нәрсеге қол жеткізу емес, жайлап, сатысымен, баспалдағымен көтеріліп, үлкен жетістікке жету. Оны активистер мысалы көбінесе, көбінің ойы, мен активист болам, бірақ универ маған не береді деген сияқты. Сендер не бересіңдер, маған ақша бересіңдер ма, болмаса не бересіңдер деп бізге сұрақ қояды. Активист боласың ба деп сұраған кезде. Олардың өзі қате ой деп ойлаймын. Яғни мен активист боламын сендерге, бірақ сендер маған не бересіңдер деген ол өте қателік. Себебі активистің өзі үшін ғана болады. Ол волонтер ғой, ерікті ретінде. Волонтер. Бірақ өзі ішінен болмаса, ол қаламаса, яғни өзінің ішіндегі несі болады, ондай қасиеті, шығарылмаған қасиет болады ғой ішіндегі адам. Мысалы, ол домбыра тарта алуы мүмкін, ол мүмкін дауысы керемет әнші болуы мүмкін, биші болуы мүмкін. Соны ары қарай дамытқысы келетін болса, ол активист болғаны жөн да. Болмаса сол домбыраны алып кететін болса, и даже мамандықпен емес, сол домбырамен де үлкен өмірге сонда басып кетуі мүмкін. Үлкен адамдардың, яғни осы активист болып жүрсе, яғни үлкен бір лауазымдағы бір кісілер көретін болса, оны өздеріне алып қалуы да мүмкін. Көзге көрініп жүру керек не болса да. Солайынан Еділ ағайдың өзі сол көптеген жылдар бойы активист болып, содан кейін оқытушы болып, замдекан болып, солайынан солай көтерілгеннен кейін уже вице-ректор, яғни өзінің активистердің өз әскерін жинап алды да. Өз әскерін, біз Еділ ағайдың әскеріміз, ол не офицер не дейді, біз сол болады ғой. Біздің өзі активистердің өзі Еділ ағай қатты жақсы көреді, қатты көңіл бөледі. Сендер болғандарың дұрыс деп ше. Сол кезде жаңағы айтқан біздің Еділ ағаймен сұхбат болған кезде, сол универ маған не береді деген секілді ше. Сол кезде Еділ ағайдың өзі жауап берген болатын. Универ саған ештеңе бермейді, бірақ сен беруге тырысуың керек деп ше. Яғни бірдеңкені өзгертемін деп активист болуың керек деп. Естелік береді ғой, естеліктің өзі бір маңызды нәрсе ғой. Воспоминание ол күшті ғой. Ақыры қайтып келмейтін зат ғой, арманда қаласың ғой. Ал сен маған не береді деген ондай эгоистік деп ойлаймын да ше. Кәдімгідей іштегі эголары, кәдімгідей пик адамдар болады ғой, яғни жоғары адамдар. Ондай нәрсені сырып тастап, лучше адамдармен көп қарым-қатынаста коммуникация жасап, күшті араласатын болса, саған плюс қой. Көп досың болғаны плюс, көп активистермен араласқаның плюс. Солай-солайынан оқытушыларға, мамандарға көрінесің. Яғни біз солай-солай болып, енді студдекан болып, біз енді вице-ректормен қарым-қатынас жасаймыз ғой. Вице-ректордың өзі бізге оң көзімен қарайды да. Өзің жолыңды табасың, өмірің торланады. Бәрі өз жолымен болады. Лучше ол эгоистікті тастап, өзіңнің бір күшті бір студенттік шағыңды керемет өткізуге мүмкіншілік табу, активистік болу деген. Солайынан сезінемін. Мысалы, біздің болашақтағы
ең еркелік өміріміздің соңғы сатысы осы студенттік өмір. Бұл қалай кәдімгі дәлелденген нәрсе бұл. Ең күшті осознанный момент қой бұл. Біздегі, яғни мектеп кезінде ерке болып, сабақ оқымай, барғаныңа сабақ алып келіп, барғаныңа баға алып жүретін кезең ғой. Еркелік кезең да, оқытушыларыңа еркелейсің, мұғалімдеріңе, ата-анаңа еркелейсің. Ал студент болдың ба, сен жауапкершілікті сезінесің біріншіден, екіншіден ата-анаңнан жырақ өмір сүруді де сезінесің, егер басқа қалада оқитын болсаң. Ал үшіншіден өзің жеке басыңмен өмір сүріп бастайсың. Өз өміріңе өзің жауап бере аласың, жауапкершілігің де мол бола алады. Ал төртіншіден тек сабақ оқып қана емес, сол активистік өмірге де кіре белсене қатысатын болсаң, болашаққа деген өзіңнің өміріңнің бір кішкентай бір бөлшегін қалап бастайсың да. Соны түсіндірсем болады негізінде. Осы активистік өмірдің бір 5 жақсы қасиеті мен 5 кері қасиетін айтып берші, жағымсыз жақтарын. Жағымсыз жақтарынан бастаймын, жақсы жақтарынан бастаймын. Жақсы жағы, жаңа айтып жатырмын, жаңадан бері айтып жатырмын оны. Көп орта табу. Бірінші көп орта таба аласың. Екіншіден қарым-қатынасты нығайта аласың. Яғни кез келген адаммен тіл табысуың оңай болады. Үшіншіден, кез келген тығырықтан шығудың амалын жасай аласың. Яғни бір қиыншылық келетін болса, оны сен жеңіл қабылдамай, лучше басқа жағынан көрейік деген сияқты неше түрлі қиындықтар болады ғой енді. Сөйтіп соны жақсы алып кете аласың. Төртіншіден, болашағыңа үлкен плюс болады, және сабақ болады ол нәрсе. Бесіншіден, қалай түсіндіремін? Бесінші қандай қылсам болады? Өз өміріңді табасың ғой. Өз өмірдегі бір тетігін таптап арғаландып. Сол сияқты ғой. Мақұлдас. Дұрыс, солайдан сол өз өміріңді күшті құра аласың өзің. Ал минус жақтары жоқ десең да. Минус жағы жоқ десең. Минус болады, уақыт жетпейді, шаршайсың. Уақыт жетпейді. Эмпатия болады, апатия болады. Кәдімгідей ештеңеге үлгере алмай, не істеріңді білмей, сондай кез болады. Сосын ұйқыда не болады? Тапсырма көп кезде уже 1-2 сағатта уже ұйықтап кете бересің да. Бірақ оған шыдайтын адам болу керек. Негізінде шыдайтын адам да бар, шыдамайтын адам да бар. Бірақ не болса да бір бастаған істі до конца алып кету керек қой. Ал үшіншіден, жауапкершілік болмаса да қиын ғой. Үшіншіден, жауапкершілігі болмайтын адам болса, көптеген ұрыстар, сөгістер естілуі мүмкін да. Сөйтіп сөгіс алып қалатын болсаң, бүткіл сенаттың көзінше, сенатта отырып сөгіс алатын болсаң, бұл сенің бет жүзіңе ғана емес, өзіңнің жеке адам тұлға ретінде де ол сені түсіріп тастайды. Стресске кіргізіп тастайды. Лучше сондай жақсы жағынан жүре білгенде дұрыс қой. Ал төртіншіден бізде уақытыңның бәрі активистікке кетеді, жеке өміріңді шамалы ұмытасың да, но өзіңнің достарың үшін барлық жағынан оқуың, достарың, сол кругозорың, апайлармен, ағайлармен қалай сөйлесу керек, сондайға кетеді уақытың көбісі. Ал жеке өмірің шамалы қалып қалады. Өмірің 3-ке бөлінеді дейсің ғой, активистік, сабақ, одан қалса достарың, жеке өмірің солайынан кәдімгідей бөлікке бөлініп кетеді ғой. Оның өзі жақсы ғой, әр нәрсенің границасын ұстайсың. Негізі күшті ше, қазір қуанам бар ғой, қандай неде жүргенімді, студенттік декан болып, кәдімгідей активистерді басқарып, оларға тапсырма беріп деген сияқты ғой. Ал сосын 5-ден біреудің айтқанын тыңдайсың. Яғни сенің үстіңе қарап отқан адамның айтқанын тыңдайсың. Ал өзің бірдеңе істеу үшін бірінші соның рұқсатымен ғана істеу керек та. Бір идея енгізу қиын. Оңай, бірақ оны ақылдасып, яғни оның дұрыс па, дұрыс емес па деген секілді сондайдан жасауың керек қой. Негізінде минус жақтарына қарағанда плюс жақтар өте көп.
сонымен ғой. По-моему, бұл жай бір өзіңнің ұйымыңды, өзіңнің жеке бір неңді ашуға көмектесетін сияқты. Жеке дара қабілетіңді сенің жеке тұлға ретінде қарай алуы да мүмкін. Мысалы сені Таңшолпан деп біз өзіміздің спорт секторымызды бүйтіп айта аламыз да ше. Кәдімгідей спорт секторы деп филология факультетінің спорт секторы Таңшолпан. Тәнчо. Біздегі сен айтып кетейін енді. Біздегі ең жауапкершілігі күшті спартакиада болсын, бірінші спартакиада, екінші спартакиада болатын болса, кәдімгідей студенттерді жинаудың өзі қиын ғой. Ондай нәрсеге спорт жағынан, тем более бізде филология болғаннан кейін балдарды шығару өте қиын болады. Балалар бізде аз тапшы болғаннан кейін оларды тарту, оларға дайындық уақытысын туралап беру деген секілді өкім жазып беру оларға өте қиын жұмыс. Яғни сен де түсінемін. Осы кезде менде тура сендегідей проблема болады. Мен айтам, ойнайсың ба, қатысып бересің ба, сен медаль бересің ба, грамота жазып бересің ба. Вот. Андай адамдарда андай жоқ қой. Факультетімнің атынан, универімнің атынан қатысып берейін, ойнап берейін деген зат жоқ қойшы. Эгоизм ужасно. Мен сол кезде түсіндім ше. Адамдармен жұмыс жасау өте қиын екен ғой дегенмен. Соғай өте қиын. Олардың эгосын керісінше жеңу керек та ше. Лучше давай, типа алдап іші бауырына кіріп ше. Сөйтіп істеу керек та. Давай сен бүйтеміз, сол кезде біз давай бүйтеміз деген сияқты қылып ше. Сөйтіп типа не міндетті ол адам міндетті да істеуге, бірақ оны сен міндетсінбей жылау жағынан давай алдап деп соңынан істесең алдап уже ол да дұрыс деп қалатын болып қалу керек. Жанында ұясынан шығарады деп жол сөз адамдармен жұмыс жасап мен осыны түсіндім ше. Сондай ғой негізінде көп жерде негізінде чемкенскийларға алып кететін чемкенскийлар қандай тығырық болсын шығып кетуге дайын да олар кішкентайынан бастап сондай нәрсені көріп қалғаннан кейін тілмен жағына сүйеніп алып кәдімгідей тығырықтан сөзбен ақ шығып кете алады да, іспен емес ше. Негізі мен де ойлаймын, активистік болған күшті, бірақ адамдармен жұмыс жасау өте қиын. Сол жұмыс жасай алатын адам болса, яғни бастапқы кезде істей алмауы мүмкін, бірақ уже адамдарды көре көсем боласың, сөйлей шешен боласың дейді ғой. Сөйтіп көре адамдарды танып, яғни жүре келе сөйлеп барлығын көре білсең уже болды ғой. Өмірлік опыт жиналып бастайды екен. Жиналып бастайды үлкен өмірге деген. Менде бірінші курста вообще мен не едім, өте адаммен араласуым қиын еді. Мен бірінші мен де ойлайтын сен түріңе қарап мен өте адаммен строгий адам ғана деп қалай араласамыз деп. Мен екінші курста басталды. Мен кіргім келді, мен адамдармен араласқым келді, көргім келді. Вот активист болдым мен. Енді амбассадор болған жоқпын, студенттік декан болған жоқ. Мен өзімнің салам бойынша іздеп бастадым, өзім салама кірістім. Шынымды айтайын, менде до и после болды. Қалай болды? Мен негізі адамдармен жақсы араласа аламын, бірақ мені бәрі тұйық деп ойлағаннан кейін менімен ешкім араласпайтын. Вот мен өзімді аштым. Өйткені сен бірінші курста ешкіммен араласқан жоқсың ғой. Тымпырайып жүрдің да, екінші курста уже бірден жарқ ете қалғаннан кейін уже сені содан қабылдайды да ше, түріңе қарап уже ойбай нағыз уже не ғой, тұйық қой, араласу қиын деген сияқты болып қалады. Ал мен бірінші курста деп жүргенде күліп деп мен бәрі солай жаттап мен бірінші курстан бастап. Активистік өмір еще прям до и после өзгертті. Менде бірінші курстың бірінші семестр мен думкаға кірдім, стресске кірдім, депрессия болды менде. Потому что ешкіммен араласпаймын, еще адаптация, новый өмірге адаптация, еще мен ешкіммен араласпаймын, мен өзімен өзім думкаға кіріп жүрдім. Екінші семестр мен өзім шығарып алдым. Ол жақсы енді шығарып алдым. Шынымды айтайын, маған әсер етті. Адамдармен араласу негізі шынымен әсер етеді екен. Сенің ойлауыңа, сен кішкене позитивті өмір сүруіңе, бәріне әсер етеді екен. Мен активист болу деген, ой, әшейін бір лағып жүру шығар деп ойлайтынмын. Солай. Көбісі солайдан ойлайды. Оказывается, негізі студенттік кезеңде прям керек нәрсе екен да. Студенттік кезінде активист болмасаң, қашан активист боласың деген нәрсе ғой. Ертең жұмыс жасайсың, өйтесің. Ол жұмысқа кіріп кетесің, ойбай, ақша деп ақшаның артынан кетесің ғой. Мысалы, сол кезде уже студенттік өмірін сағынып, сондай болып қалатын кездер болады да. Не айтып жатқан едік? Сол сенің өмірің ғой. Нормально, адаптацияға үйрендің. Негізі меніңше маңызды нәрсе. Талқылайтын зат сияқты негізі. Не деп айта беретін болса көп қой, негізінде бір
ауқымды көлемде подкаст түсіруге де болады болған ше. Иә. Бірақ енді қысқартқанның өзінде осындай болатын болса мен білмедім. Ол қанша не болады? Мен неге шақырдым кәдімгідей подкастты сұхбатқа шақырдым. Микрофонмен официальный микрофонмен бүйтіп мен не подкаст айтып отырамын. Қорытынды. Иә, негізі активист болу өте күшті зат. Студенттік кезеңде әркімнің қолынан келмейтін зат. Осымен өзіміздің подкастты қорытындыласақ, уже уақыт та таяп баратыр. Не айтасың, Гүлдана? Мен сол өзіңнің ақыл кеңесіңді, бұдан кейін сенен кейінгі енді бірінші курстар бар ғой. Ендігі жыл студенттік декан болатын. Соларға былай айта кетсең. Мен қорытындылай келетін болсам, яғни мектеп кезден бастап не бол керек? Адам ашыла білу керек та. Сол кезде мүмкін ол да болмауы да мүмкін. Активистік өмірде, яғни студент кезден бастап активисте болуы мүмкін да. Мен мысалы мектеп кезінде ешқандай активисте болмағанмын, только сабақпен жүргенмін. И сол бірінші курсқа түскеннен бастап өмірімді басқа жаққа қарай өзгерткім келді. Уже нақты 11 жыл бойы болмаған нәрсені уже скучно да ол жақ. Мектеп кез, білім, еркек кез, балалық кез, ал студент болғаннан кейін уже басқа нәрсе қалайсың, өзің қалауларың болады. Сол нәрсені жасау үшін активисте болған да дұрыстап. Яғни біздегі менен кейінгі студенттерге ақыл кеңесім не болса да бірінші орынға сабақты қою керек. Сабақ, оқыңдар және оқыңдар ғой. Мен оқыдым деген сияқты. Прикол. Мен оқыдым. Оқыған өте қатты дұрыс. Себебі ол сен наның кейінгі жейтін. Активист болғанда өте дұрыс. Екеуіне де үлгеру керек. Бос уақыт вообще болмау керек. Студентте бос уақыт болмау керек. Оқуға жұмсау керек, активистке жұмсау керек. Ата-анасымен бойынша коммуникация жақсы болу керек. Саған ең бірінші сол ата-анаға негізінде қолдау беріп отыратын ғой. Арғы жақта балам не істеп жатыр, балам не етіп жатыр деген сияқты оларға да кішкене көңіл бөліп отчет беріп солайынан жүргенде дұрыстам. Солайынан бірінші курстарға солайынан кеңес беремін. Оқысын, активист болсын, ата-анасымен жақсы тұра алсын. Травма деген нәрсені уже балалық кезден тастап кету керек. Себебі уже үлкен өмірге қадам басып жатқаннан кейін оны ойбай менде мынандайға травма деген нәрсе керек емес. Лучше ондай травма болатын болса оған қарсы шығу керек та. Неден қорқасың, соған қарсы шықсаң сен оны жеңе аласың. Сол себептен қорқыныш, үрей соның бәрін жоғалту керек, жоқ қылып тастау керек. Яғни интроверт пен экстравертке 180 градусқа ауысу керек қой. Себебі ауыспайтын болса интроверттердің өзі уже адамдармен араласу қиын болып кетеді, депрессияк болып кетеді, стресс көп болып кетеді. И өз дүнгаға кіріп кеткеннен кейін оның денсаулығы да нашарлайды, достары да азаяды, ата-анасымен сөйлесуі де азаяды, нерв талшықтары уже көбейіп кетеді да. Содан кейін уже ол адам нерв болып бастайды. Және оның жан-жағына тек несін ғана қаһарын ғана шашып алады. Жаман аура шашады. Сен өзіңде мысалы біреумен депрессия болып отқан кезде онымен араласқың да келмейді ғой. Қойшы, тасташы деп ше, сөйтіп кеткен. Ал жылайды да отырасың, немене бәлесің сен деп ше, ұрысып кетесің ғой. Керісінше ұрысып кетеді ол саған. Ұрыс бастап кетеді лучше. Ал экстраверттермен араласу более оңайырақ та. Тез тіл тауысып кетесің. Кеттік, let's go, давай, сондай болып кетеді да. Керісінше сондай адамдармен жеңіл өмірде өмір сүру, әр нәрсені жеңіл қабылдау, ол сенің неңе де біріншіден денсаулығыңа да, өзің өміріңе де қатты әсерін білдіреді да. Сол себептен сол бірінші курстарға содан ақыл кеңес бере аламын. Ал келесі студенттік деканға ақыл кеңес беретін болсам, ол өте біріншіден шыдамды, жауапкершілігі мол, және де көп адамдармен араласқаны да жөн. Себебі танымаймын деп тұрған адамның өзін тани алу білу керек қой. Түріне қарап уже адамды ажырата білу керек. Сосын тағы да кеңесім келесі жылға өзінің факультетіндегі әрбір адамды да тани білу керек. Яғни сен бір факультеттің лицосы, лидері болып тұрсың, сен оны факультеттің студенттерінің үстінен қарап, активистерінің үстінен қарап, кәдімгідей алақанында ұстап тұрған бір факультет болатын болса, тем более контингенті көп
факультет болатын болса, оны алып кету қиынырақ. Яғни біздегі Яссауи университетіндегі ең контингенті жоғары екінші орында тұрған біздің филология факультеті, бірінші жаратылыстану ғылымдар факультеті болса, қыздармен жұмыс жасау өте қиын. Ойбай, олармен бір волнада жүруші, әрқайсысының еркеліктерін, мінездерін көрсету, андай көп қиын. Қыздармен жұмыс жасау қиын, оларды түсіну де қиын. Қыздың, бірақ кейде қыздың жанын қыз түсінгенде басқа кім түсінеді деген секілді болады. Оны мысалы қыздармен жұмыс жасаған кезінде сен лучше андай давай іші бауырына кіріп сөйлесіп, онымен бірінші жұмыс жасаған кезде подруга болу керек та. Подруга болып, онымен әңгіме айтып, көп уақытыңды өткізіп, вот сол кезде сен ол адамның қай жағынан танитыныңды, ішіндегі қандай сырды білгеннен гөрі ішіндегі қабілетін шығара алу керек та. Сол қыздардың, ұлдардың ішіндегі студенттердің ішіндегі қабілеттерін шығара білсең, ол активист бола алса, олар үшін де сен үшін де ол қуанарлықтай нәрсе да. Хотя сен біреудің өмірін өзгерттің, жақсы жаққа қарай өзгерттің да. Ол сен үшін өте күшті, не деп ойлаймын, жақсылыққа итермелейтін сондай сауабы бар нәрсе деп ойлаймын ше. Сол себептен сол студенттік деканға сондай кеңес беретін едім. Рахмет Гүлдана келгеніңе. Үлкен рахмет саған. Саған да рахмет шақырғаныңа. Менің негізі ойым өзгертуіне де әсер еттің сен қазір. Қай жағынан мысалы? Жақсы жағынан. Қалай ол? Мен бекке дейін да. Кішкене позитивті ой салдың. Бір жағынан мен подкастымды позитивті өткізуге сен әсер еттің, потому что мен позитивный адам емеспін, кішкене пассивпін. Күліп жүрген жоқ. Не болса да білдіртпей күліп жүрсең шыға сол. Болды, рахмет. Барлықтарыңызға рахмет. Сүйдім. Давайте. Негізі мен бұл тақырыпты, бұл бағытты таңдауымның бірнеше себебі бар. Негізі подкасты әркім өзінің қызығушылығына байланысты, өзінің саласына байланысты таңдайды. Сол себепті менде осы активистік өмір туралы таңдалған болатым. Себебі мен студент болып бірінші курсқа түскендегі бірінші ойым, мен активист болғым келді. Әрине мен экстраверт болып, интровертке ауысқым келді. Сол мақсатта өте көп ойландым. Мен қалай активист болсам болады, қалай мен адамдармен аралассам болады, қалай мен бұл өмірге кірсем болады деген ой мені өте көп ойландырды, жеп қойды, және құр жатудың, ешқандай әрекетсіздіктің нәтижесінде менде бір семестр құр өткен болатын. Екінші семестр әрине мен активистік өмірге жаймен қадам бастым, кірдім, адамдармен араластым, ойымды өзгерттім. Дәл солай менде студенттік кезең до и послеге өзгерген болатын. Яғни пассивтен активке өзгерді десем болады. Мен ойлаймын, әр студенттің активист болу бұл студенттік өмірдің негізгі бөлшегі деп ойлаймын. Әр студент үшін бұл маңызды мәселе деп, ауқымды мәселе деп ойлағаннан кейін, өзім бір жағынан студент болғаннан кейін осы тақырыпты таңдаған болатымын. Мен үшін бұл талқылау оңай болады деген ой болды, және де өзімнің студенттік деканымен қарым-қатынасым жақсы болғаннан кейін негізі сол мақсатты таңдадым, және ойлаймын өз тақырыбымды аша алдым деп, тақырыпты нақты қорытындылай алдым деп. Әр студентке айтарым, активист болу бұл студенттік өмірді қызығырақ ету үшін өте маңызды. Активист болуға ұмтылу қажет, және өзіміздің ішімізде ашылмаған тұсымызда ашуымыз қажет. Дәл солай біз өміріміздің қалай жалғасатынын, қалай орналасатынын өзіміз шешеміз. Егер интроверт болатын болсаң, өмірден түңіліп, жай ғана бір тетікте өзің қалып кетесің. Ал экстравертке ауысатын болсақ, өміріміз позитивті, көңілді, кішкене жаңбырдан кейінгі шыққан күн секілді жарық болады деген ой болды менде. Сол мақсатта мен осы тақырыпты таңдадым, және де аштым деп ойлаймын. Барлықтарыңызға үлкен рахмет.